Ақырын жүріп анықпас, еңбегің кетпес далаға, ұстаздық еткен жалықпас, үйретуден балаға деп, ұлы дана Абай атамыз айтқандай, ұстаздық жолын ұлық тұтып, мен де өз еңбек жолымда ұстаздық етуден бастадым. Жауапкершілігі мен қызығы мол осы жолды таңдай отырып, еңбек етіп келе жатқаныма міне биыл 24 жыл болды. Мен Наушабекова Шамшаткүл Абызбекқызы, қазіргі уақытта Ақмола облысы, Целиноград ауданы, Софиевка ауылының жалпы орта білім беретін мектебінде қазақ тілі мен әдебиет пәні мұғалімі ретінде өз қызметімді атқарып келе жатырмын. Ұстаз мектептің жүрегі десек, оған жүктелер жауапкершілік те мол. Ұстаз үшін басты міндет сапалы білім, саналы тәрбие берумен қатар, өзіндік көзқарасы қалыптасқан, білімді, болашаққа деген сенімі мол тұлға қалыптастыру. Әрбір ұстаз осы жолда аянбай еңбек етеді. Мен де өзімнің ұстаздық жолымда осы қағиданы берік ұстана отырып, оқушы санасында білімді жүйелі түрде меңгертуге, қабілет деңгейлерін дамытуда түрлі әдістерді қолдана отырып, білім беруге тырысамын. Халқымыздың рухани көсемі Ахмет Байтұрсынұлы, мұғалім әдісті көп білуге тырысу керек. Оларды өзіне сүйеніш, қолғабыс нәрсе есебінде қолдану керек деген сөзін басшылыққа ала отырып, әр түрлі әдістес тәсілдерді қолданамын. Инновациялық әдістердің бірі интерактивті оқыту әдісі. Осы мақсатты жүзеге асыру үшін 10-шы сыныпта цифрлық қазақ тілі курсы бойынша цифрлық білім беру заманауи оқытудың кілті курсының авторлық бағдарламасын жасадым. Оны өз әріптестеріммен бірге талқылап, аудандық ұстаздар арасында іс тәжірибемен бөлістім. Оқушыларға көбінесе жүйеленіп, өңделген оқу материалдарын ұсынбай, өз бетімен ізденіс арқылы қажет білімдерін меңгертуге, түсінуге үйретемін. Мұндай тәсілдердің тиімділігі қабілетті, дарынды оқушыларды тани білуге, әр қайсысына жеке тұлға ретінде қарап, сенімдерін, ынтасын арттыруға үйретеді, шығармашылық жұмыс жасай алады. Біз қашанда білім мен тәрбие егіздейміз. Шынында да сапалы білім мен саналы тәрбиені тал бойына сіңірген жас ұрпақ ұлт тірегі болары анық. Оқушылар пәндік олимпиадалар мен аудандық Мұқағали, Абай оқуларына үнемі қатысып отырады. Аудандық, облыстық, республикалық қазақ тілі және абайтану пәндік олимпиадаларына, қазақ тілі мен әдебиеті пәнінен жарқын болашақ сайысына қатысып, білім деңгейлерінің жоғары екендіктерін дәлелдеп жүр. Білім беру жолындағы тынымсыз еңбек, шығармашылық ізденіс әр уақытта өз нәтижесін беретініне сенімдімін. Мектептің жаны мұғалім. Мұғалім қандай болса, мектеп сондай болмақшы. Яғни мұғалім білімді болса, ол мектептен балалар көбірек білім алып шықпақшы. Солай болған соң, ең әуелі мектепке керегі білімді, педагогика, методикадан хабардар, жақсы оқыта алатын мұғалім, дейді ұлы ұстаз Ахмет Байтұрсынов. Шамшаткүл Абызбековна и Наушабековой мы работаем в школе уже более 20 лет. За время работы Шамшаткүл Абызбековна показала себя как грамотный специалист, постоянно находящийся в поиске. Она целеустремленна, как человек, это очень отзывчивый человек, дружбу с которой, общение с которой я очень ценю. Наушабекова Шамшаткүл Абызбекқызымен бірге 20 жылдай уақыт осы мектепте қазақ тілі мен әдебиет пәнінен сабақ беріп келе жатырмыз. Шамшат өзінің шебері, өз пәні бойынша көптеген олимпиадалардан жеңімпаздарды даярлап шығарды. Әрдайым жаңашылдыққа ұмтылып жүреді. Өзінің еңбекқорлығымен, шығармашылығымен ұстаздарымыздың алдыңғы қатарлы ұстаздардың бірі болып жүрген мұғалімнің бірі. Ұстаз әрбір адамның жүрегіне ерекше жылулық нұрын себетін аяулы тұлға деп білемін. Ендеше әрбір ұстаз шәкірттерімен қарым-қатынаста ізгі ниеттілік пен мейірімділік, мәдениеттілікті алдыңғы кезекке қою қажет деп санаймын.